Егер сіздің жалғыз мақсатыңыз бай болу болса, онда сіз оған ешқашан жетпейсіз. Бедел жинаңыз, ертең ол сізге жұмыс жасайтын болады. Қайсарлықтың арқасында дұрыс болсын, бұрыс болсын, жақсы болсын, жаман болсын, барлығы орындалады. Күндіз-түні жұмыс істеген адамның ақша табуға уақыты жоқ. Мен 100% өзімнің күш-жігерімнен гөрі 100 адамның 1% күш-жігерінен пайда тапқанды қалар едім. Бизнеске негізделген достық, достыққа негізделген бизнестен артық. Адамдармен қарым-қатынас жасай білу, ол қант немесе кофе сияқты сатып алуға болатын тауар. Сондықтан мен сондай қабілетке дүниедегі басқа нәрселерден артық төлеймін. Егер бай болу сіздің жалғыз мақсатыңыз болса, онда ол ешқашан орындалмайды. Маған ойланатын адамдар емес, жұмыс істейтін адамдар керек. Жақсы басқара білу, ол орта қабілетті адамдарға ерекше адамдардың жұмысын қалай істеуге болатынын көрсету. Мен әрқашан кез келген сәтсіздікті мүмкіндікке айналдыруға тырыстым. Бәрін білетін адамнан ынтасы бар адамды жұмысқа қабылдар едім. Жетістіктің кез келген түріне қайсарлықтан басқа маңызды қасиет бар деп ойламаймын. Ақша үшін ақша табуға барлық уақытын арнаған адамнан сұмырай және бейшара жанды білмеймін. Мен бұл өмірде маңдайыма не жазғанын ешқашан білген емеспін. Бірақ бір олы іске жаратылғанымда әрқашан білдім. Үлкен шығындардан қорықпау керек, аз пайдадан қорқу керек. Менің қандай нәрседен рахаттанатынымды білесіз бе? Ол жұмсаған күш-жігерімнің пайда алып келгенін көру. Сіздің әл-ауқатыңыз сіздің шешімдеріңізге байланысты. Егер сіз бір салада жетістікке жеткіңіз келсе, басқа біреудің жеткен жетістігінің жолымен емес, жаңа жолдарды іздеу керек. Менің ойымша, табысқа жету үшін табандылықтан басқа қасиет жоқ. Бизнесте жетістікке жетудің бірінші және ең басты шарты шыдамдылық.